Жана Налянды үйіне шақырып саған айтар маңызды әңгімем бар деп айтады. Налян, менің уақытым жоқ, айтатын нәрсеңді өз жерде айт дейді. Жана, мен жүктімін деп мысқылдап айтады. Жүкті болсаң құтты болсын, оны маған несіне айтып тұрсың деп айтады. Сол кезде Жана, баланың кімнен екенін білесің бе? Менің балам Седаттан деп айтады. Налян өз құлағына өзі сене алмай жылап бұлданып шығып кетеді. Әрине бұл жаңалық Налянға өте ауыр соққы болады, жүрегін жаралайды. Сөйтіп Налян қатты жылап өкінеді. Неліктен бұлай болды, менің не жазығым бар, осы күнді көрсететіндей мен Седатқа не істедім деп жылайды. Осы сәттен кейін Жана бірден Седатқа хабарласып, мен Налянға шындықты айттым, ол барлығын естіді, менің жүктілігім туралы дейді. Седат қатты ашуланады. Фарида ханым Седаттың үйіне басып кіріп ашуланып, оны бірден жағасынан алады. Сені лағнет айтсын, сені күйеу бала болған күннен садаға кет деп ашуланады. Артынша Налян үйіне кіріп келіп, Седат деп айқайлайды. Сөйтіп Седаттың бетінен салып қалады. Үйіндегілер барлығы аң-таң болып қалады. Налян барлығына қарап, сендер барлықтарың білдіңдер ғой, неге маған айтпайсыңдар, мені адам құрлы көрмедіңдер деп үйінен кетіп қалады. Рафеттің көзі орбитасынан шығып, бірден Седатқа айқайлайды. Сен бала не істеп жүрсің, тағы не бүлдірдің деп айқайлайды. Седат мелшиіп, аузына құм құйылып тұрып қалады. Налян жылап сықтап бірден досы Биллюрдің үйіне келеді. Биллюр, мен ажырасатын болдым, енді маған Седат ешкім емес дейді. Фарида ханым хабарласып, бірден Биллюрдің жағасынан алады. Налян сенің қасыңда ма деп сұрақтың астына алады. Сөйтіп шындықты біліп алады. Седат Жананың үйіне ай-шай жоқ түннің ортасында басып кіріп, сен не бүлдірдің, сен менің отбасымды бойран қылдың деп кінәлайды. Жанна, енді мен не істеуім керек, өз хақымды қорғадым дейді. Седат үйінен шығып бара жатқан кезде Жаннаның күйеуін көріп, сен мұнда не істеп жүрсің оңбаған деп, екеуі бірден төбелесіп кетеді. Жанна ар жақта қойыңдар деп қорқып жатады. Екеуі бет жұлысып төбелесіп жатқан кезде Тазбас жездесі келіп, екеуін ажыратып, барлық істі мән-жайды өз қолына алады. Фарида көкпеттеніп Налянға келіп ұрсады. Налян, сен мені жақсы көрген жоқсың, енді маған менің ісіме араласпа деп айтады. Таңертең Седат Налянның үйіне келіп, біз қайта сөйлесуіміз керек, барлығы сен ойлағандай емес дейді. Налян, мен сенімен сөйлескім келмейді, тіпті түріңді де көргім келмейді, жоғал деп ұрсады. Кеш батқан соң Налян мен Хайри екеуі алкогольді ішімдік іше бастайды. Сөйтіп екеуі удай мас болған сонша Хайри Налянды сүйгісі келіп тұрады, бірақ Налян оған жол бермейді. Осындай шансты пайдаланып, Хайри Налянды өзінің үйіне алып келеді. Фарида тіміскіленіп Биллюрдің үйіне келеді. Сөйтіп Биллюрға Налян қайда дейді. Биллюр, мен білмеймін, ол шығып кеткен деп айтады. Хайри Налянды үйіне алып келіп жатқызады, бірақ Налян мен екеуі есінен ауысып қалған болатын. Мына жерде екеуі түк білмегенде көңіл көтеріп жатқан кезде Фарида Биллюрдің жанын шығарып қинайды. Яғни сен Налянды айтпасаң, мен сенің шашыңды жұлып қолыңа беремін деп айтады. Осы кезде Музо келіп Биллюрді құтқарып алады. Сіз не істеп жатырсыз деп айтады. Музо, бұл косякты өзім шешем деп Хайриге хабарласады. Хайри, Налян қайда дейді. Мен Налянның қайда екенін білмеймін деп көлгірсиді. Бірақ ақыр соңында мойындайды. Сөйтіп Хайри Фарида ханымнан қорқып Налянды оятып үйіне апарады. Фарида ханым Налянды көре салып, Налян, мына түрің не, сен не ішіп алғансың ба, өзіңді айнаға қарап көрші деп айтады. Сен күйеуі бар әйелсің, сен Хайридің қасында не істеп жүрсің деп айқайлайды. Жана Седатты қорқытуын қоймайды. Седат, сенің балаң да сенің өзің де керек емессің, енді маған хабарласпа деп тұрған кезде оның қарындасы есік сыртынан естіп тұрады. Жана қатты ашуланып Седаттың үйіне басып кіреді. Гүлжихан ханым шығып қалып, оны жасырын гардероб бөлмесіне кіргізеді. Сөйтіп Жанна өзінің шарттарын қоя бастайды. Жанна, саған не керек, біздің отбасымыздан аулақ жүр дедік қой дейді. Жанна, маған үй керек, маған зәулім сарай үй керек. Гүлжихан ханым, жарайды, мен ақша тауып алайын, менен хабар күт деп келіседі. Фарида ханым бұрынғы әуеніне салып Налянға қайта корсетті кигізіп қояды. Налян қатты жылайды. Гүлжихан Тазбасты жездесінен көмек сұрап барады. Жаннаның көзін біз қалай құртамыз, маған көмектес дейді. Оның аузын жабуымыз керек. Хайри құрбысы мен Налянның үйіне кіріп алады. Хайри мен Налян бірге ас әзірлеп бақытты болып отырған кезде артынан Седат келеді. Налян Седатты көріп, Хайриді көріп қоймасын деп оны бірден үйінен қуып шығады. Седат ол кезде мас болатын.
Хайри мен Налян өздеріне бірге үй іздей бастайды. Сол кезде артынан Фарида ханым аңдып келіп екеуін көріп қояды. Сөйтіп әңгімелерін естіп барлығын біліп алады. Хайри мен Налян бақыттан бастары айналып бір-бірінің қолын ұстап тұрған кезде Фарида ханым өз көзіне өз сенбей абыржып қатты таңырқап қалады. Сөйтіп Фарида мас Седаттың үйіне іздеп келеді. Седат: Налянды маған қайтару үшін маған көмектесіңізші, сізден басқа маған ешкім көмектесе алмайды, не айтсаңыз да барлығын орындаймын деп оған жалбарынады. Фарида іске кірісіп Налянды жуыну бөлмесіне шақырып өзін жуындыруды сұрайды. Сөйтіп оған неше түрлі ауыр сөздерді айтады. Егер сен қайтып бармасаң, мені ендігәрі көрмейсің дейді. Налян қатты жылап, неге бұлай болды деп өкінеді. Налян компанияға кіріп келген кезде барлығы компанияда болатын. Сөйтіп Налян: мен енді Седатпен ажырасамын деп оған сыйға тартқан жерді қайтарып береді. Тазбасты жездесі Жаннаны өзінің кабинетіне шақырып алады. Сөйтіп Жаннаға бір чемодан толы ақшаны береді. Шетелге кетіп көзіңді бір жолада құрт дейді. Жанна: егер мен кетпесем, сіз маған не істей аласыз дейді. Жездесі қарап тұрып: қазір жолға шыққанда бір оқыс оқиға болуы мүмкін деп қорқытады. Налян апасының көңілін қимай Седаттың үйіне қайта оралады. Хайри алдынан шығып не дерін білмей аң-таң болып қалады. Налянды көріп отбасы қатты таңырқап қуанып қалады. Налян Седатқа қарап: мен үйге келгенмен барлығы бұрынғыдай болмайды деп айтады. Хайри Налянды қоймаға алып келіп екеуі жасырынып кездесіп: сен не істеп жүрсің, сен неге қайта келдің деп сұрақтың астына алады. Саққұлақ Фарида сыртынан естіп қатты ашуланып тұрады. Осы кезде Жанна жол көлік апатына ұшыраған болатын. Хабар бірінші күйеуіне жетеді. Седат пен Налян татуласқанын тойлап журналистерге сұхбат беріп тұрады. Альп Рафет мырзаға хабарласып: Жанна жол көлік апатына ұшырады, тезірек келіңіздер деп хабарлайды. Рафет мырза жағдайды Седатқа хабарлайды. Ести сала Седат бірден ауруханаға жүгіреді. Седат күйеуіне жүгіріп келіп: Жанна балама не болды дейді. Сыртта дәрігер шығып: Жанна ханым мен оның баласынан айырылып қалдық деп хабарлайды. Седат жаңалықты естіп, отбасыда барлығы есеңгіреп қалады. Сөйтіп Налянды құшақтап өкіріп жылайды. Бірақ барлығы кешеді. Гүлжихан ханым жездесіне келіп: бұл істі сен істедің бе деп сұрайды. Жездесі: мен оған шетелге қаш дедім, бірақ оған менің қатысым жоқ, жол апатына менің қатысым жоқ деп. Есіктің сыртында Рафет мырза барлығын естіп қояды.